Әлемде футболдың тоқтағанына тура 15 күн өтті. Аты жаман жер аяқ доп спортының белді өкілдеріне де тарап үлгерді. Солардың бірнешесін атап өтсек. Калум Хадсон-Одои коронавирусты еңчі жеңген футболшылардың қатарында. 19 жасар лондондық Челси ойыншысы COVID-19-дан бір аптадан аса уақытта айықты. Лондондықтар қатары бұнымен сейілмеді. Кезінде Арсенал сапында тамаша ойынымен көзге түсіп, қазіргі таңда зеңбірекшілерінің бас бапкері Микель Артета да пандемия жұқтырған жандар қатарында. Алайда испандық коучқа бұл індетті жеңу үшін 2 апта уақыттың өзі жеткілікті болғандай. Ақпарат көздеріне сүйенсек, Артета вирусты Еуропа лигасы матчтары аясында Олимпиакос командасының қожайыны Евангелосо Маринакистен жұқтырған. 52 жасар босс коронавирусты 2 аптадан аса уақытта жеңіп үлгерген. Дерттен айыға сала Греция мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігі мен ақ халатты жандарына ыстық ықыласын білдірді.